сәлем достар, сіздермен бірге мен Миса Жанкизет, және бүгінгі видеомызда back to school тақырыбындағы бөлімі болады, екінші бөлімі. Және де бүгінгі видеода мен Алиэкспресстен заказға берген канцеляриямды көрсететін боламын, және де кейбір заттарды канцелярияға жатпайтын заттарды де көрсететін боламын. Егер де сізге қызықты болса, арада қараймыз, ендеше бастаймыз. Мен қазіргі комментаторларда қандай ойда екенін біліп тұрмын, неге Айжан джинсовкасын қызық киіп алған деген. Маған өзіме осылай киген ұнайды. Ол бір, және де екінші комментаторлардың типтерін де білемін. Айжан қасын бояп алған ба? Жоқ, қасын да бояған жоқ, ештеңе бояған жоқпын. Natural бұл жерде ештеңе жоқ, так что сондықтан ешқалай боянды деп айтпай қойыңыз. Менің Алиэкспрессе заказға берген заттарымның ссылкалары описаниеда болады. Сондықтан олардың қанша тұратынын мен нақты білмеймін. Сол ссылкасына басып көрулеріңізге болады. Алиэкспресстен ең алғашқы заказға берген менің ең сүйікті ұнаған затым ол мынадай стикерлер. Бұл стикерлерді өте арзан тұрады және де өте әдемі. Біріншісі осындай істі қызғылт, асты бежевый түсті және де кішкентай қыздардың суретімен, біріншісінде You Make Me Smile деген жазумен және жолақтарымен қыз аласында кішкентай қыз бұлданып отыр. Екіншісінде екеуі де қызғылт түсті және де екеуінде де қыз бен ұл бейнеленген. Біріншісінде олар пешеходпен өтіп бара жатыр, және де бағдаршамның суретімен, ал екіншісінде олар жай ғана. Бұл стикерлердің маған қатты ұнаған себебі олар кішкентай, енді мен оларды кішкене үлкенірек болады деп ойладым, бірақ кішкентай болғанымен де әлбетте әдемі. Әрине бұған көп жазулар жаза алмайсыздар, бірақ наклейка ретінде қолдануға болады, және де олар өте сондай сүйкімді болып көрінеді. Маған өзіме өте қатты ұнады. Келесі мен Алиэкспресстен заказым ол осындай екі сызғыш. Бұл сызғыштар біреуі сіңіліме, және де біреуі менікі. Сызғыштар 15 сантиметрлік көгілдір түсті, және де үстінде осындай пингвиннің суреті. Мен қайтадан бұл түсініксіз жануар тұр. Мен оны пингвин деп ойлаймын. Үстінде пингвиннің қолында зонтигі бар, осындай линейка, және де бұл линейкадан көңілім қалған себебі бұл жұмсақ екен осындай. Мен оны қаттырақ болады деп ойладым. Дегенмен де өзінің бағасына тым жақсы, және де өте әдемі болып көрінеді. Және де менің қазір көрсететін пеналыма сыяды өлшемі. Сондықтан сіңіліміздің көптен күткен заказымыз ал пенал. Пеналдар заказға бердік. Мынау менің сіңілімнің пеналы. Бұл қызғылт түсті единорогтың суретімен 15 сантиметрлік жаңа линейка дәл келіп тұрады, сондай размері. Және де ол ішіне заттарын салып алды. Өзіне ең бастысы ұнады, және де бағасы шамамен 450 сондайларға таман. Мен дұрыс білмеймін, сондықтан ссылкасына басып көріңіздер бағасы қанша екенін. Не осындай? Мен дәл сіңілімдікіндей осындай ақ түсті единорогыммен және де ақ түсті пенал заказға бердім. Бұл маған, мен единорогтарды ұнатамын, сондықтан заказға бердім, маған бәрібір. Осындай күштақ, әдемак. Және де бұл келген кезде сыртында пластикалық упаковкасымен келді, және де ішінде майысып қалмас үшін бір материал салып қойды. Өзіме ұнады әйтеуір. Бұл ең келесі көрсететін заказдарым ол мектепке байланысты емес, әрине, бірақ оны апам өзіне заказға берген соң сіздерге де көрсете салайын дегенмін. Қазір олар қолымда жоқ, себебі апамда. Бірақ осы келесі видеодан көресіз. Менің әпкем фудблогер болғандықтан ол өзіне осындай штатив алғысы келді. Кішкентай, бүкіл жерге сүйіп кететін кішкентай ғана штатив алғысы келді, және де ол осылай Алиэкспресстен заказға берді. Мен өзім де осындай штативті заказға беретін шығармын, себебі өзіме ыңғайлы, осындай кішкентай ғана. Байқасаңыздар, мен қолым ұзындығы осындай ғана, қолмен бірдей. Ыңғайлы, бұны монопод ретінде де ұстап жүруге болады, аяқтарын майыстыруға болады, кез келген жерге қоя салуға болады. Әпкем осындай кулон заказға берді. Міне, мынадай кулон заказға берді, өте әдемі. Өзіне ұнады. Маған да ұнады, әдемі көрінеді, мен де заказға берген келіп кетті. Бұны да ссылкасы описаниеда болады. Осындай. Видеода көргендеріңізде штатив менің алақанымның өлшемімен бірдей, кішкентай ғана. Сондықтан мен өзіме сол штатив ұнаған соң, кеше ғана өзіме сол заказға беріп қойдым. Кулонға келетін болсақ, кулон апама өте қатты ұнады. Сондықтан
заказ берулеріңізге болады. Алиэкспресте заказға берген заттарымыз жақсы болып келді, ешқай жер жыртылмаған, сынбаған болып келді. Бірақ енді линейка жұмсақтау, енді мен кішкене басқа қаттырақ деп ойладым. Ал стикерлер кішкентайлау болып тұрады. Бірақ дегенінде бізге ұнады, сондықтан заказға берулеріңізге болады. Ссылкалары описанияда болады. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, мен инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Менде ВКонтакте страницам жоқ, сондықтан менің атымнан ашқан страницалар фейктер. Осы видео ұнаса лайк басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер, және де колокольчикті міндетті түрде басып кетіңіздер. Себебі колокольчикті баспасаңыздар, менің видеомды бірінші көре алмайсыздар, яғни сізге уведомление келмейтін болады. Сондықтан қазір ғана колокольчикті басыңыз, күтем. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Сау болыңыздар.